Джохан әдеттегідей өзінің қауіпті жұмысын істеп жүр. Адамдардан тапсырыс алып, актер достарымен ойнатып, тапсырыс берушілердің мәселелерін шешіп беріп, жақсы табыс тауып жүреді. Бірақ жұмысы қауіпті болғандықтан әйелінің көңілі толмай, бұл жұмысыңды тоқтатуың қажет. Қауіпті адамдармен жұмыс жасап жүрсің деп 320 мыңға кредитке алған телевизорын сүртіп бастайды. Джохан байып ақша жинап, шетелге көшіп кетеміз, жаңа өмір бастаймыз деп уәде береді. Келесі тапсырысына шықты. Финансовый пирамидаға алданған атаның ақшасын қайтарып беруге көмектеседі. Өздерінің үлкен іс бітіргендеріне қуанып, тойлатып жатады. Сол пирамиданың директоры арттарынан аңдып келіп, жақсы актерлік өнер көрсетіп шыққандарын айтып, өзінің тапсырысын береді. Досы екеуі бірігіп, капиталды көбейту үшін компания ашып ақша салғанын, жолдасы оны алдап, халықтың ақшасын алып, шет елдегі шотына салып қойғанын, оны ұстап беру үшін үйіндегі құжаттарды қолға түсіруі керек екенін айтады. Басында келіспей отырған актерлар директордың ұсынған ақшасын көріп, бірден келіседі. Келесі тапсырмасы байдың үйіне кіру үшін түрлі жолдарды қарастырып көреді, бірақ мүлде жолай алмайды. Ендігі план Қайраттың қызы Арайға жақындау арқылы байқап көрмек. Жоспарлары бойынша 3 жігіт Арайдың паркингтен шығып кеткенін хабарлайды. Ал Джохан Арайдың көлігінің алдынан шығып қалып, көлік астына түсіп, Араймен жақын танысып, оны сындырып алу керек. Бірақ олардың әңгімесін Әлия естіп қояды. Күйеуін қызғанып, ұрыс шығарады. Неге сен көліктің астына түсуің керек? Басқалары неге түспейді? Деп ұрыс шығарады. Джохан оған, сен араласпа, сен ештеңен түсінбейсің, қолынан ештеңе келмейді, үйде отыр, Мәншүктің сабағын қара деп ұрсып жатқанда, барлық жолдастары жаймендеп шығып кетеді. Жігіттер Арайдың паркингтен шығып кеткенін хабарлау үшін паркингке форма киіп келеді. Майнтрах көлігін көріп қалып, соны тамашалап тұрғанда Арай көлікпен шығып кетеді. Джоханға кеш хабарлайды. Бұл уақытта Әлия Арайдың көлігінің астына түседі. Арай шошып кетіп, Әлияны үйге кіргізеді. Жедел жәрдемге звондап, дәрігер болып Джохан келеді. Қайрат оқиғаны басқаша баяндайды. Арай Әлияны соққанын жасырып қалады. Әлияны үй күтушісі екенін, сыртта талып құлап жатқанын, содан үйге кіргізіп, жедел жәрдем шақырғанын айтады. Және оны жұлдыз деп таныстырады. Джоханның көмекшісі жаңа әдіспен Әлияның қан қысымын өлшейді. Қайрат пен Арайдан науқаспен оңаша қалдыруларын сұрайды. Бірден Әлияны не істеп жүрсің, үйде отыр дедім ғой деп сұрақтың астына алып бастайды. Бірақ Әлия Джоханды танымайды. Әлияны ауруханаға апарамыз дейді. Бірақ Қайрат үйде емдей бер, артық шу керек емес деп Джоханға пара береді. Сонымен жоспар өзгерді. Джохан дәрігер болып, күнде үйге барып тұрады. Командадағы әйелді психолог ретінде апарады. Әлия мен психолог сөйлесіп отқанда, Джохан үйді тінтіп шығады. Қайраттың бөлмесіне келгенде Қайрат келіп қалады. Анар Әлияны суретке түсіріп алып, әкесінің полицей досына кім екенін тауып беріңіз деп көрсетеді. Үйде Джоханның қызы Мәншүк анасының қайда екенін сұрайды. Қарны ашып кеткенін айтады. Джохан өзінің керемет тамақ істей алатынын айтып, жұмыртқа қуырып береді. Оның өзін күйдіріп, қолын кесіп жүріп істейді. Мәншүк анасына барғысы келетінін айтады. Өтініп сұраған соң, Джохан келісіп, Мәншүкті Әлияға алып барады. Джохан Қайраттың бөлмесіне бармақшы болады, бірақ тағы да жолы болмайды. Әлияның есін қалай қайтарамыз деп отқанда, Мәншүк оны кездесуге шақыр, қайтадан үйлен дейді. Бірақ мына жұмысын тастауы керек екенін айтады. Джохан ақшаны әкеліп беріп, істі соңына жеткізе алмайтынын айтады. Отбасымда қиындықтар болып жатыр деп ақшаны беріп кетеді. Кешке Болаттың адамдары келіп Джоханды алып кетеді.
Болат оған өз досын істі жарты жолдан тастап кеткені үшін өлтіріп тастағанын айтып, Джоханды да құжаттарды әкеліп бермесең өлтіремін дейді. Джоханда басқа амал жоқ, Әлиямен кездесуге келеді. Әлияның сұлулығын көріп, аузы ашылып, аузына сөз түспей қалады. Әлия Джоханнан алғашқы кездесуі туралы сұрайды. Ауылдың қап-қара қызы Джоханның артынан 6 ай жүгіргенін, келіп тұрған соң үйрене салғанын айтады. Әлия ашуланып кетіп, бәрін әдейі істеп жүргенін, есі орнында екенін, қолынан ештеңе келмейді деген соң әдейі істеп жүргенін, құжаттардың қайда екенін білетінін айтады. Арай Әлияның отбасы туралы дәрігер болып келіп жүрген кісі күйеуі екенін, олардың бір тапсырмамен жүргенін біліп, үйге асығады. Ал Әлия Қайраттың бөлмесінде құжаттарды іздеп жүргенде, Қайрат жолдастарымен келіп қалады. Стол астында тығылып отырып, шын мәнінде Қайрат кінәлі емес, Болаттың құрбаны екенін біліп, асығып үйден шығып жатқанда, Джоханның жолы болмайтын командасы артық қыламыз деп тыртық қылып, Әлияны соғып кетеді. Осы жолы Әлия расында да есін жоғалтады. Болат Джоханның қызын алып кетіп, таң атқанша құжаттарды әкеліп бер, дейді. Не істерін білмей тұрғанда, Анар келіп, Болаттың қауіпті адам екенін айтып, Джоханға көмектеседі. Джохан Қайратқа Анардың телефонымен звондап, өзін Болат деп таныстырып, адресті айтып, құжаттарды алып кел дейді. Қайрат құжаттарды алып келеді, бірақ Болаттың шақырмағанын біледі. Осы кезде Джохан келіп, мен шақырдым деп құжаттарды алады. Қайрат құжаттарды бермеу керек екенін, оның қауіпті адам екенін айтады. Осы кезде Болат пен Қайрат өзара сөз таластырып кетеді. Болат өз қылмысын, пирамида құрғанын, жолдасын өлтіріп тастағанын бәрін айтады. Қайраттың қалтасында диктофон бар еді. Полиция Қайратпен байланыста еді. Осы кезде Джохан, біз кете берейік, сендер өздерің сөйлесіп алыңдар дегенде, Болат ашуланып кетіп оғатады. Артынша полицейлер келіп, Джохан қыздарын алып қашып кетеді. Артынан Болат қуып барады. Мылтығын оқтап атпақшы болып тұрғанда, Джоханның жолы болмайтын жігіттері дәл уақытында келіп соғып кетеді. Болат өз қылмыстарын мойындап қойды. Бұлжымас айғақтармен полиция оны алып кетеді. Полиция алдына Әлияның сүйікті өлеңі «Қараңғы әуенін» қойып ән шырқайды. Әлияның есіне бәрі түсіп, төменге түсіп, Джоханды құшақтайды. Және осы жұмысын тастауын сұрайды. Бірақ фильм соңында олар тағы да қандай да бір тапсырыс орындауға шыққан сияқты. Осылайша қазақстандық тағы бір комедиялық фильмнің соңына жеттік. Фильмнің не туралы екенін айтып, сіздің 2 сағат уақытыңызды үнемдедім. Немесе фильмді байқамаған жерлеріңізді айтып бердім. Не де болса, сізге пайдам тиді деген үміттемін. Мені қолдап, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуіңізді сұраймын. Баршаңызға назар салып қарағандарыңызға рахмет.